Дәл мына жерден санап көрейікші, мысалға. Мына бір үй құлаған, анау екінші үй, мына үш үй. Екеуі шытынаған, сырттарын бәрі сіздерге көрінбесе, маған көрініп тұр, анау жерлерде шытынап кеткен. Мынау да үйлер, мысалға біреу, көрдіңіздер, мына жердің бәрі жарық, сыртын бәрі жарылып кеткен. Солардан түскен, үстінен түскен заттар, мына көліктердің бәрін мыжып қалған, жарамсыз сияқты. Кейбір жерлер өртенген, газдан, тоқтан өртенген жерлерді байқадым. Кейбір дүкендер, азық-түлік дүкендері тоналған, оны да байқадым. Кеше инстаграмнан да көрдім. Мысалға осы аман-есен тұр, бірақ сыртының бәрі жаңағы құлап, шытынап, жарылып кетіпті. Ішіндегі енді адамдары аман-есен шықты деп ойлаймын. Мысалға мынау да өте ескі үй. Бұл да шытынапты, көп жерлер сынған және былай қарай қисайған. Ал мынандай үйінділердің астында көптеген адамдар қалып қойған. Мына көшені қазір жүріп өтейін. Мен тоқтаусыз түсірейін. Сіздер көріңіздер. Көрдіңіздер ме? Мынау көліктер, мысалға мынау көлік осы жерде сол күйінше тұр. Үстіне зат түскен. Не жерде де бір көлік болған сияқты, бұны бірақ алып тастапты. Үстіне зат түскен, енді жарамсыз ғой мынау. Сосын ана жерде мотоцикл жатыр. Мыналар кейін келген көліктер деп ойлаймын. Құтқаруға немесе бір көмектесуге алып келген адамдар мініп келген. Мін жаңа айтқаным осы ғой, бұлай қисайып мынаған тірелген сияқты. Бірақ енді 95% осындай үйлердің ішіндегі адамдар 95% аман-есен шыққан сияқты. Мұнда да құтқарушы топ сияқты. Сондай биік емес, шамамен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қабатты үйлер. 7 қабатты үйлер. Kızı öldü, hanımı öldü, baldızım öldü. Мына кісі айтып жатыр. Әйелі өлді дейді, ана бір көршінің қызы өлді дейді. Ұлы өлді дейді. Жалпы бәрі қайтыс болды деп бір кісіге айтып беріп жатыр. Мынау қайдан пайда болған түсініксіз. Айтпақшы, осындай кірпішпен салынған ғой. Үйлердің барлығы енді мықты деп айта алмаймын, бұлай өте жеңіл. Термо ғой енді бұл. Түркияда жалпы күн жылы, ауа райы жылы болған екен, осындай қыштардан қабырғалар көтереді. Сол қыштар мінекей жарылып кеткен. Көшеде шашылып жатыр. Мысалға мынаулар мына қабырғадан түскен. Анау жерде жарылып, мына жерге түскен. Мынау да жарылып, мына жерде түскен. Осындай құлағандар өте көп. Мысалға мін жарылып кеткен. Есігін құлдақ қойып, ішіне ұры-пұрылар кіріп кетпесін деп. Айтпақшы, енді әр жердің адамдары әртүрлі ғой. Бұл жақта да ұры-қарлар көп екен. Ұрыларды ұстап жатыр. Ана шегесі шығып жатыр екен, алып келген. Интернеттен көрдім, көптеген ұрыларды ұстап қамап жатқан, жолда келе жатқан, көмекке көрсетеміз деген келе жатқан машиналар бар ғой, жаңағы дальнобойщик па, сондайлар. Соларды тоқтатып, ұрлап, бос жіберіп жатыр екен де машиналар. Böyle mi? Kaldırımlar. Мына жерде мына кісі айтады, былайынан жүр дейді. Мына жақ қауіптілеу. Ағылшынша сөйлеп жүр мына кісілер. Соған қарағанда Европадан келген көмек
көрсетіп жатқан адамдар. Hala video çekiyorsunuz ya. Devam edin. Видео неге түсіріп жүрсің, тез өтіп кетпейді. Енді мен жұмысым болса, мен қолымнан келген көмекті бердім. Тамақ алып келдік, инструменттер алып келдік, оларды бердік. Қолдан келген көмекті бердік енді. Сіздерге хабардар етейін деп солай түсіріп жүрмін. Мінекей машиналар мыжылған. Мына үй тіптен түгелдей құлап қапты. Астында үйлер машиналардың бәрін мыжып қалған. Обал болды, обал. Bir сөзбен айтқанда обал болған. Мына үйлерде де адам тұрған ғой. Ал мына үй әлі бітпеген екен. Терезелері де салынып бітпеген үй екен. Ал мына жерде адамдар тұрған. Тағы да айналып көрейік. Мынау гараж, ішінде машина тұр, бірақ оны шығармапты. Енді мынау тонау демегенде не, мысалға? Мынау не бұл? Так, қазір айтамын. PlayStation'дар ғой мыналар. PlayStation'дер сияқты, мен енді ондайға қатты қызықпаймын. Бірақ мынау ойынхана орталығы дейді, ойнайтын. Сол жердің мұнан бәрін ұрлап әкеткен болып тұр ғой. 100% мен сенімдім мұнан ұрлағанға. Сосын мына жерде де тонаған сияқты бәрі шашылып жатыр. Қораптар шашылып жатыр. Мына жерде фотосалон болған екен. Бұл жерден де тоналды деп ойлаймын, бірақ сенімді емеспін. Ойпырмай, мына үйді қараңыздар. Қисайып барып мына жаққа бұрқ өтіп құлаған сияқты, астында қаншама көліктер мыжылып жатыр. Негізі мына жолда толып жатқан қоқыстар, мына үйінділер, бірақ енді көмектесетін үлкен көліктер өту үшін бәрін тазалап тастаған. Мына жермен жүрудің өзі негізі қорқынышты сияқты, бұған сенім жоқ, гарантия жоқ мұны құлап кетуіне. Бірақ енді нар тәуекел деп, Құдай сақтасын деп жүрмін. Бізде сондай бір сөзіміз бар ғой, Құдай сақтасын деген. Сөйтіп іште Құдай сақтасын деп кетіп бар жатырмын. Мұнан байқадыңыздар ма? Мына бірінші қабат, мына екінші қабат деп ойлайсыздар ма? Жоқ, бұл үшінші қабат. Міне екінші қабат. Екінші қабат мыжылып, жартақ метр болып қалған ғой. Мыжылып қапты, мыжылып. Видео түсіріп жүрсем, ана кісі, ой, мынауда видео түсіріп жүр деп не етіп отыр ғой, көңіл толмай жатыр. Мына жақта тау, сосын сіздерге көріне ма білмеймін, анау жақта да тау. Сонда екі таудың ортасында орналасқан Хатай деген қала ғой бұл. Анау жақта да жұмыс жүріп жатыр, тазалау, қазу, құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Анау жігіттер. Мұнайды қараңыздар, қисайып қалған, алға қарай ентелеп. Көрдіңіздер ма, бүткіл үй жарамсыз, негізі қала түгел жарамсыз болып қалған. Бұл қалай болады, мен түсінбей жатырмын. Енді адамдар кеп тұра алмайды ғой бұл жерде. Мына Хатайдың өзінде қанша миллион шамамен. Мен нені Google'да ашып көрмеппін, Википедияны. Менің ойымша бір 3 миллиондай халық бар сияқты осы жерде.
2 миллионнан астам. Ал енді 2 миллион адам қайда барады? Ойлаңыздаршы. Қайда барып тұрақтайды? Мынау жерде айналайындар, жалауын іліп қойыпты. Обалай. Мына кісілер арабша сөйлесіп жүр. Мына жерде де қазып жатыр. Мына кісілердің еңселері түсіп кеткен байқұстар, көңілдері жоқ. Түрлері кетіп қалған. Ана жерде сәлде болсын жылынайын деп от жағып. Қаншама көліктер. Обалай. Міне, дәл осы жерде қазба жұмысы жүріп жатыр. Адам бар сияқты. Арғы жағынан баруға тырысайыншы. Мыналар өзбек жігіттер сияқты. Өзбекше сөйлесіп жатыр. Orada mısın? Ben de sana bakıyorum. Бұл жерге түсіруге бола ма, болмай ма білмеймін, бірақ мен түсіріп жатырмын. Ешкімнен рұқсат сұраған жоқпын. Болмайды десе көреміз. Мында жер дайындап қойыпты. Мәйітке дайындап қойған ба, түсінбеймін. Мына жерде адамдар көп. Күтіп тұр бәрі. Қашан тірі адам шығады деп. Лайым аман есен шықса дейміз енді. Қараңыздар, қандай болып жатыр. Біздің қазақ жігіттерде осы жерге қатты бірге келгенбіз. Әбеке. Тақия киген қазақты таныдыңыздар ма? Мен мына жақта өтейін енді. Жол жоқ. Әбеке? Тірі бар екен. Қашаннан бері осында тұрсыз? Қазір. Басқа жігіттер бар. Дауыс шығып жатыр дей ма? Қасында кісілер өліп қалған, өзі тірі біреу сөйлеп жатыр. Ойлаңыздар, 3 күн бойы мынау үйдің астында 3 күннен бері жатыр. Кониядан келген құтқарушыларды сұрап жатыр. Abi. Bu taraftayız. Erkan gel. Міне анау кісілер жаңағы тірі қалған адаммен сөйлесіп жатыр екен. Бізге белгісіз не айтып жатқандары. Бірақ Әбекенің айтуынша қасында бірнеше адам бар екен, бірақ жансыз дейді. Қайтыс болғанға ұқсайды. Мен бұлай қарай жүрейін. Мына жақты көрейінші. Не бар, не жоқ. Апокалипс кино көріп педіңіздер. Анау 2002 деген ба, 2000 деген ба бір фильм шығып еді ғой. Дәл сондай атмосфера болып тұрған мына жерде. Бұлай көрсетейінші. Мына көліктің үстіне түскен мына қыштар. Мына жолды қараңыздар. Қазір мен жақындап көрсетейін бұлайнан.
Ары қарай жүре берейін. Мына көлік қараңыздар. Жер дүкен болған. Дүкеннің ішінде түк қалмаған сияқты. Мына үйдің ең үстіңгі қабатына ұқсайды. Мына жерде де адамдар тұрған ғой мені. Мына тоңазытқыш тұр, ана жерде газ тұр. Мынау жерде шамамен бір асханасы болғанға ұқсайды. Ойпырмай. Бір демде, бір демде. Осы жерде мына Хатай ғой, Хатай қаласында таңғы сағат 4-тен 17 кеткенде жер сілкінісі басталған. Бірнеше минут бойы жер сілкініп, үйлер деген дірілдеп шайқалып тұрды дейді. Жаңа бір кісімен сөйлестім, ол айтады. Тез есімізді жидық та, отбасымызбен бәріміз жүгіріп сыртқа шығып кеттік дейді. Содан аман қалдық дейді. Қалай сыртқа шықтық, үй орнына дәл тұрған жеріне бұрқ етіп құлап қалды. Бірақ енді үйдің тұрғындарының бәрі шығып үлгермеген. Бірақ көбісі шығып үлгерді дейді. Содан біраз адамдар аман қалды. Кейін біраз басылғаннан кейін адамдарды іздеп бастап 6 адамды өзіміз отбасымызбен 2 баламмен шығарып алдық дейді. Бірақ оның біреуі ауруханаға барып қайтыс болған екен. Мына жақта жұмыс жүріп жатыр. Мынау әлгі не деп айтса болады? Домкрат сияқты ғой. Мынаның ішінен май жүреді, сосын мынау домкрат көтеріледі. Бетондарды көтеріп ішінен адамды шығарады. Тағы да домкрат. Жерге от жағып, кешке жылынып алады. Ішіне күл толып қапты ғой. Жаға беріп. Бүгін жер сілкінісі болғанына 3 күн өтті. 3 күннен кейінгі көрініс. Біз енді бірінші күні келе алмадық. Екінші күні кешке бірақ шықтық. Бүгін мінекей 3-ші күн. Кеше түнде келгенбіз. Мына үйді қараңыздар. Мынау соңына дейін құламаған, бірақ кәдімгідей қисайып тұр. 10-15 градусқа қисайып қапты. Нәксілер үміттеніп жатыр. Ішінен біреуді табамыз ба деген. Ой. Мынаны қараңызшы. Бұл жерде арабша жазылған, аяттар жазылған бар. Аяқ алып жүре алмайсың мына жерден, қоқыстардан. Мына үй дәл қазір сіздерге білінбейді, маған қатты білініп тұр, маған қарай құлайын деп кәдімгідей ентелеп тұр ғой. Соның астында қорықпай жүріп мына кісілер
жұмыс істеп тазалап жатыр. Осы үйдің тұрғындары сияқты барлық үйдің астында адамдар қалып қойған ғой. Ойлаңыздар, халық шырт ұйқыда жатқан кезде таңғы сағат 4-тен 17 кеткенде дүмпу басталған. 8 балға дейін жеткен ғой. 7-де 8, ең жоғарғысы 7-де 8 болған. Ұйықтап жатқан кезде ешкім тұрып шығып үлгермей қалады. Ұйқысында аша алмайшы. Содан қаншама адам кетіп қалды. Ең болды, обал болды. 2-3 қабатты үйлердің өзі қирап қалған. Енді 15-20 қабатты үйлерді ойлаңызшы. Қалай олар бір орында тұрады? Бәрі шайқалып қирайды ғой. Мына көліктер анау жалау қалып кетті ана жерде. Kalkın oradan abi. Ойлаңыздар, мынау кәдімгі бір үйдің іші ғой мынау. Арасы бір 30-20 сантиметр болып қалған, мыжылып. Енді ішінде қалған адам елестетіп көріңізші, қандай жағдайға түсті. Өте қиын. Өте қиын. Машинадан түк қалмапты. Мына жерде қазба жүріп жатыр. Ана жерді қазып тазалап жатыр. İçinde adam бар сияқты. Адамдардың шығаруын күтсек өте ұзақ тұрып қаламыз. Жоқ, адам шығып жатқан сияқты. Анау одеялды дайындап жатыр. Бар. Тірі ме екен, уайымдап қалдым ғой. Тірі болса екен. Ана одеял дайындап жатыр, адам бар сияқты. Қазір шығады. Sağlam bir şeye koyun, demek ki yırtıldı bak. Бәрі соның үміттеніп тұр, тірі шықса екен деп. Сәл жақындайын. Ән шықты, аяғынан тартып жатыр. Ән. Мінекей. Bir жері қысылып қалған сияқты шығара алмай жатыр. Мына жерде бір адам емес, бірнеше адам жатыр ау деймін. Сіздерге көрінбей тұр. Ойбай, мен сіздерге көрсетейін ба, көрсетпей қойын ба? Мына адам қайтыс болып кетті. Құдай сақтасын, езіліп кетіпті. Ой, жап-жас қыз ғомын. Abi dur bekle, battaniye geldi bekle. Жап-жас қыз езіліп кетіпті. Бір көрсетейінші, сіздерге алыстан көріне қоймайды, бірақ шошынып қалмаңыздар, өтініш. Ол кісі шықты, мына жерде тағы да бір кісі жатыр. Аяқ қолын көрдім. Обал. Сүйінші, жүрегім шыдамай жатыр. Алыстан қарайын сәл. Құдай сақтасын. Анау түсіп келе жатыр. Одеялға орап бәрі түсіріп келе жатыр. Адамдардың бәрі шулап. Осы кісінің отбасы ау деймін, семьясы ау деймін. Міне келе жатыр. Allah sağ. Tamam abi, ben cenazeler alınca ararım seni abi. Vay. Bunun әкесі ма, анасы ма қайда екен өзі? Анау жақта тағы да екінші адам шығарайын деп жатыр.
екінші адам шығармақшы. Соғанда көрпе жайып дайындап қойды. Қиын. Бір отбасы бір жерде жүрегі ауыртатын оқиға. Денемнің бәрі жыбырлап кетті. Мен үзбей түсіріп көрейінші дедім сіздерге, үзбей монтажламай-ақ үзбей көрсетейін, өліп қайтыс кетті. Екеуі де бір жерде бір бетонның астында мыжылып қайтыс болып кетті. Обал. Көрсетейін ба? Көрсетейін енді сіздерге ақыры. Жүрмін ғой үстіде. Мен анау жерде тас лақтырып атқан баланың алдында жатыр. Маған қолы көрініп тұр, қолы басы. Сол жақындатайыншы. Сіздерге біліне ма, білмеймін. Міне осындай тракторлар осылай шығады да, қазып, шамамен қай жерде жатқанын біліп, осылай денелерді шығарып жатыр. Енді ойлаңызшы, 3 күн бойы мынандай бетонның астында мыжылып жату деген оңай емес. 3 күн бойы, 3 тәулік. Мен қай жердемін? Мен мұна бір қираған үйдің алдына келіп көргім. Мына қараңыздар, киімдерін жайып, қисайып тұр. Тезірек мына жерден кетіп қалайыншы мен. Жан жақта адамдар өте көп. Өте көп. Мыжылған көліктер, тағы да мыжылған көлік. Мына жерде 2 дене жатыр, 2 мәйіт жатыр. Жаураған адамдар отқа қыстырынып жатыр. Айналамыздың бәрі жылаған ана, қайғырған. Мына жерде тағы да 4 мәйіт жатыр. Қалай жүрсің бекен, ол жерде қалай жүрсің дейтін шығарсыздар. Кешелі бері осы жердемін. Кәдімгідей жүрек сыздайды, бірақ қайтесің енді, өмір ғой. Мына халықтың бәрі осы жерде жүр. Мен кешеден бері көзімде, етімде үйреніп бара жатыр мынандай көрініске. Көп адам шыдай бермейді мынандай көрініске. Өте қиын. Әкесінен айырылып жатыр, анасынан айырылып жатыр. Туған бауырларынан айырылып жатыр. Құдай бетін аулақ дейсін. Бұл да бір тәубеңе түсіретін қатты шулап кетті, естілмейді. Міне қарапайым халық, құтқарушылармен бірге қарапайым халықтар да қолдарына инструменттерін алып, құралдарын алып, көмектесуге кетіп бара жатыр. Мынаны қараңызшы. Burası mutfak, buranın arkasında 55 Arkadan mı gelelim? Мына үйдің ішінде де адам бар деген бір жорамал бар. Соған жіберіп жатыр. Үйдің ішіне кіру үшін мынаны айналып барып ар жағынан кіресіңдер деп тапсырма беріп жатыр мына қыз. Соған біраз адам болып кетті.
қиын. Мына кісінің де бір адамы, жақын адамы қайтыс болған сияқты. Екі адам екі жағынан қолтықтап ұстап алып. Мына жігіт те қайғырып, көзіне жас алып біреумен сөйлесіп тұр. Өте қиын. Мына кісі де жылаған, көздері қызарған. Міне осындай көрініс тәубеңе түсіреді. Құдай сақтасын. Анау жерде ана әйелі мен күйеуі болса керек, баласы қайтыс болған ау деймін. Қатты жылап жатыр. Мына әйел қатты жылап жатыр. Мен әлі бірде-бір үйді көрген жоқпын сау тұрған. Түгел, кәдімгі, түгел, барлық үй зақымданған. Biraz daha uzakta dedik şu an. Құлағандары ол белгілі ғой, ал тұрғандары бар, мынау сияқты, бірақ бәрінде андай сызаттар бар. Жарылып, тіпті терезелері де шалқайып түсіп қалған. Шыныларын көбісі сынып. Ішінде ана ұстындары да, қабырғалары да жарылып кетті. Мына көріністер. Ох, қиын. Мына арнайы құтқару тобы, көмек беретін топтар. Солардың көліктері. Мына үйлерді қараш. Түгі қалмаған ғой, бәрі бір-бірінің үстіне. Кәдімгі дәптер құсап, мұжылып қалыпты ғой. Анау бір детский балалардың диваны. Мына матрас жатыр. Бай. Перделер, киім, жастықтар, қаншама шашылып жатыр ғой жерде. Жүректері қан жылап жатыр ғой, жүректері қан. Жас емес, қан шығып жатқан сияқты. Өте қиын. Бауырымда қайғырып отырған сияқты. Ал мен болсам видеоға түсіріп жүрмін. Бірақ енді бұл да керек қой. Бұл да телеканалдарға да керек болуы мүмкін. Телеканалдар алам десеңіздер, ала беріңіздер. Рұқсатымды бердім. Мінекей дәл ортасында жүрмін. Бүгін 3-ші күн жер сілкінісі болғанына. 3-ші күнде тірі қалған адамдар аман-есен шығып жатқан жерлер бар. Бірақ көбісі жандары қиналып өліп кеткенге ұқсайды. Біраз адам қансыраған, кішкентай балалар енді суықтан шыдамайды. Қаншамасы мүмкін ауру да болуы мүмкін. Өлген денелер көп. Жаңа ғана мен сіздерге көрсеттім ғой. Жаңа ғана шамамен 6 денені көрсеттім. Evet. Yok bize çekme abi, bize çekme. Telefonмен түсіріп атсың ба дейді. Мыналарды түсір дейді. Мен онсыз да түсіріп келе жатырмын. Жарайды, ешнәрсе айтпай қойшы, қайғырып отырған адамдар. Қан жұтып отырған адамдарға. Жол жоқ қой, жол жоқ бұл жерде. Анау жігіттер үйінде қалған жарамды заттарды шығарып отқан сияқты. Мына біреу телевизор шығарып жатыр. Мінекей есік. Мынау мысалға, мынау балкон ғой кәдімгі. Анау жоғарыда тұрған балкон. Қараңызшы, төмен түсіп қалған.
мінекей осындай көрініс. Мынау мандарин пісіп тұр далада. Мен мынандай көріністі тек қана кинодан ғана көрем. Құдай бұдан кейін көрсетпесінші. Сау үй мен әлі көрген жоқпын. Тағы да қайталап айтайыншы, сау үй көрген жоқпын. Мысалға, анау біреуде тұр, сіздерге көрінбеуі де мүмкін, бірақ қабырғалары жарылып кеткен бұлайнан. X құсап жарылып кеткен. Мынау тіпті мына үй бұлайнан көшеге қарай ентелеп құлаған екен. Көшені жауып қалған, көшеде тұрған көлікті де мыжып қалыпты. Бірінші, екінші қабаттағы үйдің адамдары өздерінің үйлеріне кіріп, жарамды деген заттарды алып шығып жатыр. Барып көрейік. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sizin eviniz mi? Evet, kızım oturuyordu. Çok şükür canını kurtardı. Siz Öğretmen kendisi. Ben babasıyım. Ankara'da oturuyoruz. Kendi kızım da nişanlıydı. Çeyizliği meyizli hepsi buradaydı. Çok şükür onları kurtardık. Şu anda bıraktık zaten. Tamam. Hadi. Hoşçakal. Қызымның үйі дейді, аман есен қалдық дейді. Енді бос тұрған үй, кіріп көрейік, Құдай сақтасын деп. Мына жерге дейін ғана кірем, ары қарай кірмеймін ішіне. Біреудің үйі ғой енді, осы жерден қайтам. Мынау мысалға ішінде су тұрады, бұл анау үйдің ең төбесінде күнге жылынып, іші су жылынып, сөйтіп үйге жылы су келіп тұратын бір құрылғы негізі. Ал енді жатқан жерін қараңыз, жерде жатыр. Бұл демек осы үй, мына үйдің үстінде болған сияқты. Мынау ең үстіңгі қабаты деп ойлаймын. Мінекей, мынау ең үстіңгі қабат. Содан опырылып, мына жерге бәрі жиналып қапты. Егер видеоны көріп отырып, біріндеңе байқап қалсаңыздар, комментке жазыңыздар. Не көрдіңіздер, не байқадыңыздар, бір ерекше. Құдай сақтасын, енді адам қолын немесе аяғын басын көрмей қойық. Көбіне сол үйдің өзінің жиһаздары, анау-мынау заттар. Тіпті тұрма жатыр ғой мына жерде, тұрмаға дейін. Бірінші қабаттағы тұрма сияқты. Ана кісі шүкір деп жатыр ғой, шүкір. Үй бұзылса, қираса қирай берсін, бірақ жанымыз аман қалды, соған шүкір деп жатыр да. Қандай қиналып тұрса да, менімен сөйлесіп жатып, жымиып қояды, шүкір деп қояды. Аман қалдық деді ғой бәрі. Шүкір. Міне, аман қалған отбасылар. Күйеу баласы, қызы, өзі, тағы бір бала жүр, бәрі аман қалды. Шүкір оған. Мынаны қараңыздар, не деген көрініс анау. Ана жерде бір әже, бір кісі, қыз үшеу шай ішіп отыр, қираған үйдің арасында. Мына жерде не көреміз? Анау кір жуғыш машина. Мына қыштарын көрдіңіздер ғой, жаңа көрсетіп едім ғой. Қандай қыш екен? Түркияның бүкіл Түркияда пайдаланатын қыш осындай. Үй салғанда осын пайдаланады. Мен алғаш Түркияға келген кезде мынаны көріп ойпырмай, мынау қалай болар екен деп ойланып қалып едім. Қазақстанда негізі аса бұндай пайдалана бермейді ғой. Іші кәуек-кәуекті. Жылуды жақсы ұстайды, бірақ сынғыш келетін сияқты мен ойымша.
Енді инженерлер, архитекторлар, құрылыс компаниялары біледі ғой немен салу керек екенін. Сонда да әлсіз, негізі үйлер өте әлсіз. Анау Жапонияда 9-да 2 балл болған, бірақ 80, 90, 100 қабатты үйлер орында тұр, былқ етпеген, ешқай жері ешқандай да жарылмаған да, құламаған да, есік терезелері сау. Ал енді Түркияның 3 қабатты, 2 қабатты, 5 қабатты, 10 қабатты үйлерде қирап қала салған ғой. Ол неден? Сапасыздықтан ба? Апам тамақтанып отыр. Не жерде жұмыс қазірше тоқтаған сияқты. Оның себебі анау жақта бір адамның дауысы шығып жатқан сияқты. Соған үймелеп бәрі қарап тұр. Құтқарып аламыз деп. Мен бағана естідім да. Кебін бар ғой, кебін кәдімгі мәйітті орайтын. Сондай жетпей жатыр деген бір сыбысты естіп қалдым. Қаладан, басқа қалалардан алып келіңдерші, мына жақта жетпей жатыр деген. Сұмдығы. Қазіргі уақытқа дейін шамамен 20 мыңдай адам қайтыс болған сияқты. Мен бүгін таңдағы жаңалықты көргем, сол кезде 13 мың бірнеше 13 мыңнан астам адам қайтыс болды деді. Ал енді бүгін кешке дейін 20 мыңға жетіп қалған сияқты. Міне арнайы көмектесетін адамдар осындай техникамен келіп қазып, дәл осылай қазып алады да ішінен адамдар шығарып жатыр. Не өлі, не тірі. Мына көлік қараңыз. Үстіне ұшқан, түскен бәрін сындырып тастап. Мына көлікке де түсіпті. Мынау мысалға 1, 2, 3 қабатты ғана үйі, 3 қабатты үй қирап қала салған, жарамсыз. Анау үйде 3 қабатты үйге ұқсайды. Мынау тұрған. Мына жердегі үйде аса көп қабатты емес, 3 немесе 4 қабатты ғана үй қирап қала салған. Бұлай қарай жүрейінші. Өздері қайғырып отырған адамдардың түрлерін жақындап көрсетпек қойыншы. Біреулеріңіз айтуыңыз мүмкін, барып сөйлесші, түрін көрсетші деген сияқты. Қалай барам мен? Маған ұрсып беруі де мүмкін ғой. Кетші бар. Ойпырмай. Қаншама километрмен жүріп келе жатыр ме? Осы видеоны бастамас бұрын, бұдан 43 минут бұрын да мен шамамен 5 километрдей жүріп тастадым, дәл осындай көшелермен. Міне 43 минут бойы мен сіздерге түсіндіріп келе жатырмын. Бір сау үй көрген жоқсыздар ғой, айтыңыздаршы. Мына көлік қараңыздар, мыжылып, үстіне мына бір қабырға түсіпті. Мына жерде де негізі қазба жұмысы болған. Қазба жұмысы дейін ба, не дейін бұны? Іздестіру жұмысы дейін ба? Жалпы түсіндіңіздер ғой, я? Мына үй сәл бұлай қарай қисайып тұр. Осы жағы түсіп кетіпті. Мына үйлер жарылып кеткен. Анау да жарылып кеткен. Мына үй сау сияқты. Қабырғасы сау, бірақ анау үсті крышасы түсіп кетіпті. Басқа жағынан көрейікші қабырғасын. Терезесін жауып тастапты. Терезесіне де ұшып сындырған сияқты. Жоқ, үй сау емес.
Себебі анау жоғары жақтары жарылған екен. Жарамсыз болып қапты бұл да. Жарамсыз болып қапты, себебі міне қабырғалар көрдіңіздер ма? Ақ сызықтар, бәрі жарылғанның белгісі ғой. Міне жер шытынаған. Бұл да жарылыпты. Бірақ жақсы шыдап беріпті мына үй. Жаңа үйлердің қатарына жататын сияқты. Анау жақта да мына үйде шытынаған, ана үй мүлдем құлап қапты жартысы. Мына көліктің лау бойына түсіпті. Мынандай аман қалған үйлердің ішінен негізі керекті заттарын өздері алып кетіп жатыр адамдар. Кейбіреулер мүлдем құлтап кеткен, шошынып. Үйсіз қалған адамдар дәл осылай көшеде от жағып, сол жерде жылынып, тамақтанып отыр. Анау жерден кішігірім бір палатка жасап алған. Соның астында түнеген сияқты. Мына үйдің төбесі жоқ, және асты жоқ. Қырық 6,5 минут болды. Тоқтаусыз түсіп келе жатырмын. Міне әрбір бұзылған үйлердің алдында дәл осылай адамдар күтіп тұр. Өздерінің отбасыларын үмітпен мына жақтан аман есен шықса екен деп туған туысқандар, бауырлары осы жерде күтіп отыр. Түркияның мен Google'dan көрдім. Түркияның 85-90% осындай жер сілкінісі аймағына жатады екен. Ау. Yabancı mı? Türkiye, İngiliz. Özbekistan. Kazakistan. Video. Evet. YouTube değil. Kanal. Kanala da, YouTube'a da. Kanala. Kanala? Evet. Okay, can I start? Evet, evet. Burada hiçbir yardım yok. Hiç kimse buraya gelmiyor. Allah için öyle kendi kendimize yapıyoruz. Bu insanları da biz çağırdık buraya. Boşuna yaşıyoruz. Yani bizi burada bıraktılar. Kendi paramızla, kendi insanlarımızı çağırıyoruz. Birbirimizin elinden tutuyoruz. Başka kimsesi yok burada. Ne bir yardım, ne bir destek. Gelen tırlar yolda kalıyor sözde. Vinçler gelmiyor. Traktörle sen gel. Hiçbir şey gelmiyor burada. İnsanlarımız günlerdir evin altında. 5 gün oldu. Daha çıkmadı. Annemle kardeşim altta. Dün ben oraya geçtim. Oraya bak orada. Macirdi. Dün ses geliyordu. Ve ben hala şu aracı bekliyorum. Bomboş evi yıkıyor, daha bizim eve gelmedi. Neden biliyor musun? Daha çok para verdikleri için. Benim param yok diye. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Akut. Kim orada kalmış? Annem, kardeşim. Sizin anneniz, Evet, kardeşiniz. bekliyoruz. 5 gündür buradayız böyle. 5 gündür annemin karşısında oturuyoruz evlatları olarak. Böyle bir adalet yok. Adam bana diyor ki yüksekten Erdoğan İçişler Bakanlığı'ndan diyor bana diyor mesaj gelsin hemen geleyim diyor. Akut bunu söyledi bana dün. Böyle bir devlet yok. İnsanına sahip çıksan. Ben göstereceğim hepsini. İnsanına sahip çıksan. Paylaş bunu. Çok şey var. Gelsin görsün Hatay terk edildi. Ölüme terk edildi Hatay. Hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bizi ölüme terk ettiler, ölüme. Buraya gelen yardımların hepsini engelliyorlar. Buraya yardım yok. Bir su. Aha bak Antalya'dan geldiler.
Antalya'dan su konuş kardeş. Bir dakika bak Antalya'dan geldi bana su ekmek getirdi. 15 Temmuz Erkek Lisesi var ya, spor lisesi. Orada yardım var. Haber verebildiğiniz herkese söyleyin. Her türlü yardım var. Pişirilebilecek gıda da, hazır gıda da var. Birazdan Suriyelileri boşaltır. Ama kim Yok ben şimdi Bak gidiyorum, birlikte kardeşimin 5 tane çocuğu var. her türlü gıda var. Gelin mi? Çorabı yok. Üstü Haber yok. verebildiğiniz Dediler ki herkese gelin verin. oradan kıyafet alın. Gittik sadece Suriyelilere vermişler. Bize hiçbir şey yok. Bize yardım gelmiyor. Siz sordunuz mu? Sorduk. Yoktur diyorlar. Bütün her yeri gezdim. Bir bardak çorba bile alamadım ben ya. Ben o yemek içmek istemiyorum. Ben makine istiyorum, makina. Bizim lafımız şu. Ben makine istiyorum. Araç istiyorum, akut istiyorum. O gelmiş, bu gelmiş. Annemi, kardeşimi kurtarın buradan. Anamız yatıyor orada bak. Abimiz yatıyor. Herkesin anası yatıyor orada, babası yatıyor. Peki ben sana yardım istediğim Yardım zaman gönderiyorlar. nasıl Antakya Erdoğan girişte bana mesaj bekliyorlar. atacak Yukarıdan ya? izin Ben gelmesi Erdoğan'a gerekiyor diyorlar. gitti. Bak Antakya girişte bekliyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Her yerden gelen var buraya. Çankırı'dan, Ankara'dan, Mersin'den, Antalya'dan, İstanbul'dan. Kapıdan girerken geri dönüşünüz yok olabilir diyorlarmış. Geri dönemeyebilirsiniz. Oraya gitmeyin. Bize gelen yardımlara da engel olunuyor. Bize kimler yardım etti biliyor musun? Devlet duy sesimi, bize kim yardım etti biliyor musun? Gönüllüler. Allah razı olsun hepsinden gönüllüler. Bunu unutmayın. Devlet yok. Allah sizin de belanızı versin. Allah size de aynısını Hiltimiz yaşatmayı yok. nasip Şu etsin. neydi onun ismi? Bir yaşayın da görün. Hilti. Hiltimiz yok. Nereden bulalım biz hilti? Akut'u buluyor, hilti istiyor. Hiltiyi buluyor, köpek istiyor. 2 gün önce, Köpeği buluyor, ses kaydı istiyor. 2 gün önce hiltimiz olsaydı annemi çıkartmıştım. Yaşıyordu annem, yaşıyordu. Etmiyorum size, etmiyorum hakkımı size. Böyle devlet olmaz olsun. Lanet Yazıklar olsun olsun. size. Lanet olsun Hatay dediniz, yediniz Hatay'ı. Zıkkım olsun size. Yarın Alın başınıza çalın, sülalemiz gitti. Mына жақта үлкен проблемалар болып жатыр екен, соны айтып жатыр. 4. kat. Biz burada asılı kaldık, oradan atladık. Kapılar kilitli. Ne bir itfaiye ne bir ambulans, buradan bas bas bağırıyoruz. Hiçbir ses yok, oradan atladık en son. 3 tane çocuğum var. Oradan sarkıttık, kendi imkanlarımızla çıktık evden. Abi bu sefer İzmir'den geldiler ya abi. İzmir'den. Yani biz İzmir'den geldik. Çoğu yardımdan daha önce geldik. Hatta biz gelirken 4. günümüz. Bugün kaçıncı günüydü artık? Günlerde. Kaç? 5. gün. Bugün 5. günü. Yani dün geldik biz buraya. Daha kurtarma araçları daha yeni yollardaydı. Bu insanlar soğuktan donarak öldü burada yani. Annem burada. Ne bir yardımda. Kepçeyi biz zorla getiriyoruz. Oradaki kepçe ben gelmem diyor. Buradaki diyor yarım saat sonra gitmem lazım. Ya bu devlet nerede? He, devlet nerede? Annem çürüdü orada. Ne oldu bilmiyorum. Kendi imkanlarımla 3 kızımı ve babamı çıkardım. Kendi imkanlarımla. Şu şahısla beraber, arkadaşımla beraber 3 kızımı böyle bir delikten ve babamı çıkardım ama devlet yok. Sadece yardımseverler geliyor. Başka o da diyor ki ses var mı? Ses var mı? Ses yoksa ne olacak? Şurada 5 tane cenaze var. Yıktı gitti. Haydi. Ne zaman çıkacak? Hani devlet? Hani devlet? Amcamızı ve torunlarımızı biz buradan sağ salim kendi imkanlarımızla çıkardık. Eğer ki bu makinelerden önce bize buraya aparat dağıtılsaydı, kesme aleti veya hilti gibi bir şeyler de hemen dağıtılsaydı. Dediler ki belki hemen çıkacak. Şu anda benim yengem burada 1. katta. Şuradan yani müdahale etme imkanımız var. Belki o zaman başlamış olsaydık amcamı ve çocukları çıkardığımız gibi belki onu da sağ çıkarabilirdik. Şu anda bilmiyoruz ne durumda olduğunu. Sesin olmazsa şart değil, baygın da olabilir. O sıkıntı nasıl yapacağız? Bu devlet yani bunun düşünmesi lazım. İlk etapta makinelerden önce kesme aparatifleri onlar çünkü alttakiler en çok mağdur olanlar. Yukarıdaki kattakiler zaten bir sıkıntı yok. Buradaki ablamızın sesi çıkıyordu komşumuzun. Geldiler, ses var mı? Köpek geldi, şu geldi, bu geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. Yardım hiç gelmedi. Bana yemek lazım değil. Bana meyve suyu lazım değil. Tamam. Bana yardım edecek insanlar lazım buraya. Tamam ben söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Geçmiş olsun. Tamam, teşekkür ederim.
Жалпы түсінген боларсыздар, мына жерде үлкен проблемалар болып жатыр дейді. Осы үйлердің астында біздің жақын адамдарымыз қалып қойды дейді. Бірақ арнайы құтқаратын адамдар келіп, көріп, дауыстарын естіді, бірақ топпен келген жоқ дейді сол күйінше. Неге келмейсіңдер десек, бізге әлі рұқсатын берген жоқ бұл жерге жіберуге деп айтып жатыр дейді. Содан күйіп пісіп бөжілдеп отыр мына жердің тұрғындары. Өзіміздің қолымыздан келгенше барлығын өзіміз жасап, бірнеше адамдарды құтқарып алдық дейді. Ал мынау тазалап жатқан үлкен машина, бұны өзіміз ақша жинап шақырттық дейді. Бірақ негізі біз шақыртқан едік, басқа біреулер көбірек ақша беріп, солар алып қойды деп айтып жатыр. Толықтай түсініп үлгермедім. Араларыңызда түркше білген болса, түсініп аласыздар. Субтитр жазбайтын шығармын. Енді проблема болады ғой. Мына жақтарда жолдың бәрі мысалға жабық, анау машиналардың бәрі келе алмайды. Бүкіл Түркия бойынша білетінде шығарсыздар, 10 облыста осындай орын алды. Таңғы сағат 4 кезінде барлығы дерлік ұйықтап жатады. Сондықтан үйдің астында миллиондаған адам қалып қойған деген жорамал бар. Бірақ енді бірнеше уақыттан кейін нақты саны шығады. Қиын жағдай, өте қиын негізі. Расында да қиын болып тұр. Жеткіліксіз техника, жеткіліксіз құтқару топтар, жеткіліксіз. Сондықтан бәрі күйіп пісіп отыр. Не істерін білмейді, қолдарынан түк келмейді, далада отыр, не істейміз дейді. Қолымыздан келгенше құтқаратындарды құтқарып алдық, арғарай біздің шабамыз келмейді дейді. Арнайы жасақ керек, арнайы специалистер керек дейді. Жалпы сондай. Барлық жерде проблема болады ғой. Мына жерде де мысалға қазба жұмыс жүріп жатыр. Барлық жерде аттап бассаң негізі жүріп жатыр. Бәрінде үміт бар, тірі шықса деген үміт бар. Мына кішкентай баланың суретін шығарып қойыпты. Айналайын-ау, мына бала қайтыс болып кеткен шығар. Сол үшін ау деймін, мына жерге шығарып қойған. Жүректі ауыртатын көрініс қой мынау. Мына жерде даланың бәрі шум, қатты дыбыстар шығып жатыр. Менің даусым естілмей қалуы да мүмкін. Сондықтан жай көріністі көрсетейін сіздерге. Міне мына жақта осы үйдің астында қалып қойған отбасылардың ең жақын тума туысқандары, бауырлары, аман қалғандары. Жақындарымыз аман шықса деп бәрі үміттеніп күтіп отыр осы жерде. Көп адамдар, көп еңселері түсіп кеткен адамдар өте көп. Бір орында отыр, тапжылмай. Міне мынау палатканың астында бірнеше дене жатыр. Бұл жерде елу 9 минут бойы мінекей тура 1 сағат болды жүргеніме тоқтаусыз түсіріп келе жатырмын. Көрдіңіздер,
Жалпы Түркиядағы бүгінгі жағдай осындай. Аман сау болайық.